Қайырлы күн, әріптестер. Айнұр iPhone Роза деп тұрған мен, Роза Қамысағын Махамбетова Астанада. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қош келдіңіздер біздің көне Тараз шаһарының әулие жеріне. Біздің дана қазақ айтқан ежелден бір дана сөздері бар. Төрт құрларыңыз тең болсын деп. Міне бүгін осының тарихи кездері шаққа бәріміз бөлініп жатырмыз. Осы кезде біздің осы үлкен ғимаратымыз Қайдар Дулати Тараздық технологиялық университетінің мынандай үлкен кешенінде бәріміз бас қосып, төрт үлкен ұжым қоғамдық бірлестік ұштасып жатыр. Олар халық үміті қоғамдық республикалық деңгейде Нұралиева Салтанат Көлгінқызы алдарыңыздамын. Тұран Ойпаты, Арал теңізі, Нұртуған Тұржан мырза. Біздің Дулати университетіміздің ректоры Сейтжан мырза. Ақтөбеден азаматтық бірлестік қоғамның төрағасы Жомарт мырза. Бүгінгі біздің ежелден келген конференциямызды экологиялық мәселені ашық деп жариялаймыз. Біздің университет ректорымыздың қазіргі тәжірибелі сұхбатын тыңдаймыз. Сейтжан мырза, сізге сөз. Қайырлы күн, қадірлі Аралда су киремі екінші марафон мұзай конференциясының қатысушылары, қонақтары, біздің Тараз қаласынан және Қайдар Дулати атындағы Тараз университетіне қош келдіңіздер деймін. Қызылордада өткен ұлттық құрылтайда және бүгінгі конференцияда арқау болып отырған тақырыптар өте өзекті мәселелерді қозғап отыр. Бірінші күн тәртібіндегі сұрақ ол Аралға су келе ме деп Арал өңірінің тағдыры мен судың мәселесін көтеріп отырған екенсіздер. Екінші мәселеде Жамбыл облысындағы үлкен өнеркәсіп Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестік маңындағы үйіліп қалған фосфогенді өңдеу және ауыл шаруашылығына қолдану біздің аймақ үшін өте маңызды тақырып. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымы аясындағы халықаралық су ұйымын құруды ұсынды. Жаһандық су дипломатиясын дамытудағы мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өткен еді. Біріккен ұлттар ұйымы жүйесінде тек су мәселелеріне бағытталған мамандандырылған құрылым жоқ. Бұл мәселе мүмкіндігінше тезірек шешілуі керек. Қазақстан халықаралық су ұйымын құруды ұсынады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының әртүрлі ұйымдарының барлық мандаттарын бір мақсатқа шоғырландыруға мүмкіндік береді. Оңтайлы шешім су ресурстары бойынша Біріккен ұлттар ұйымының ведомствоаралық механизмін толыққанды мамандандырылған Біріккен ұлттар ұйымының агенттігіне немесе ұйымына айналдыру. Мұндай бастаманы жүзеге асыру Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарына және тұтастай алғанда халықаралық қауымдастыққа сәйкес келеді. Келесі жылы сәуірде Астанада аймақтық экологиялық саммит өтеді. Бұл саммитте Қазақстан жаһандық су ұйымын құру үшін халықаралық консультативтік процесті бастауды көздеп отыр. Мен ортақ саяси ерік-жігердің арқасында сумен жабдықтаудың өзекті мәселелерін жүйелі түрде шешу басталатынына сенімдімін, деді мемлекет басшысы. Президентіміз сөзін қорытындылай келе Қазақстан президенті Ашхабад форумы мүдделі мемлекеттердің сындарлы серіктестігін және әділ және тең әлемдік тәртіпті құруға бағытталған халықаралық күш-жігерді нығайтуға және жаңа серпін беретініне сенім білдірді. Мемлекет басшысының халықаралық бейбітшілік пен
сенім жылына, халықаралық бейтараптық күніне және Түркменстанның тұрақты бейтараптылығының 30 жылдығына арналған форумға қатысқанын атап өткен жөн. Біздің Жамбыл облысында су мәселесі өте өткір тұрған мәселе. 2022-2023 жылдары ауыл шаруашылығында су тапшылығы өте қатты сезіліп, егін шаруашылығында біраз қиындықтар болды. Сондықтан сіздер көтеріп отырған тақырып өте маңызды болып отыр. Бүгінгі конференция жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті конференция қатысушылар, таныстырып өтілді. Отырған тұрғанықтың бүгінгі бірінші түске дейінгі жұмыстың модераторы, түске дейінгі модератор болсақ, яғни жұмыс жағдайында жұмыстар жасаймыз. Кішкентай плюс минустар болса түсіністікпен қарайсыздар, ортақ идея, ортақ ұсыныс, ортақ бар. Сондықтан қазір келесі бізде осы экологиялық жұмыстарға осындай белсенділік жұмыстарымызға үлкен бір қолғабыс беріп жүрген осы Ақтөбе қоғамдық ұйымы, осы халық оны таратады. Және де Жолдыға Тұрмай-Батарал теңіз қоғамдық бірлестігі осы конференция. Осы біздің жұмыстарымызда ағалық жолда келе жатқан біраз адамдарымыз бар. Соның бірегейі біздің Мәди Әдиұлы. Өткен жылы Аралда болды, қатысты біздің тірекшісі бағытталдарымызды беріп тұрды. Ол кісі біздің белгілі қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері деп айта аламыз, және геополитик. Ол сөздерді неге айтып отырмыз? Су шаруашылығында біздің мемлекеттің аяққа тұру қадамынан бастап, басынан келе жатыр, әрбір қадамдарынан бастап ішінен де сыртынан да жақсы білетінсі, осы ағамыз бір уақытында осы конференция келді, сіздермен біздерді сыйлады. Яғни бізге болашағымызда сіздерде үміт бар деген ниетпен. Сондықтан Мәдия бұл. Сіз осы жалғастырсаңыз ректорымыздың ой түйіндерін. Әулиеата Тараз жұртшылығы, ағайындар, енді Таразға келген себебі біздің осы қазақ тарихындағы сонау заманнан ғасырлар бұрын мемлекеттер орнаған ескі баласағұн, ал мынау Моғолстанның құрылған берік шеті жоңғарлар жаулап алса да қазақтың дес бермей мемлекеттігін сақтауға үлкен үлес қосқан тарихи жер. Енді бүгін мынау шаңырақ иесі Сейітжан Әуезжанұлына ризашылығымызды білдірейік. Себебі талай ректорлар ескі университет болмай тұрып, Жамбыл педагогикалық институты, Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институты, технология институты, көптеген техникумдар, бүгінгі тірі қалған колледждер бәрін білеміз. Себебі мен діл, содан кейін тіл, одан кейін дінге жауапты болған үлкен ағаларымның. Қай кезеңде 12-ші шақырылым жоғары кеңесте, 13-ші шақырылым жоғары кеңесте, және де 1-ші қоспалатылы парламентте де осы істермен айналысқан жан ретінде жақсы білем мемлекеттегі жағдайды. Және де сол бала кезден Шоқан Уәлихан болу талабым болды. Сол Шоқан боламын деп, әдейі Казгудың география факультетіне оқуға түсіп, соны бітіргем. Онда енді жан-жақты оқытатын геоморфология дейді, физикалық география, экономикалық география, оның бөлімдері транспорт, оның бөлімі гидрология, суши деген бәрінде мұқият оқыған зерделі азамат болып өстім. Сондықтан қазақ жерінің транспорттық логистикасы, соның ішінде су ресурстары, оны жақсы білем бір адамдай. Нариман Қыпшақбаев деген ағамыз болды. Осы суды басқарған
көп жыл әлі де тірі бар, жанашыр болып отырған ақсақал үлкен, соның да өмірлік тәжірибесін алып жүрміз. Ал енді президентіміз айтқандай, мына Ашхабад саммитіне қатысты дүниежүзілік осы біріккен ұлттар ұйымының трибунасынан халықаралық әрбір кездесуде де адам баласына, әсіресе 21 ғасырдың ең бірінші проблемасы, керекті нәрсе жерасты қазбаларынан басқа ол су. Бұл дүниежүзілік қазір бірінші орындағы мәселе болып тұр, экологиямен қатар. Сондықтан өзіміздің мұңымызды жинақтау үшін суымызды бағалап, суымызды жаңағы қадір-қасиеттерменен экономдап өмір сүретін күн туып отыр. Осыған байланысты мына бүгінгі біздің халық үміті Тұран ойпаты Арал теңізі қоғамдық азаматтық бастамалар орталығы қолдап отырған осы ұйымдардың республикалық деуге болады, облысаралық деген аз болады, сол қазақ елінің экологиялық мүддесін қорғайтын азаматтарға ризашылығымызды білдірейік. Енді судың тапшылығы білінеді. Біздің белдеулі өзендерімізді алсақ, батыстағы Еділден басталып, Еділде бізде Атырау жеріне кіріп өтеді, Қиғаш деген үлкен саласымен білесіздер. Одан бергі Жайық, Орал тауларынан келіп, Қазақстанның белдеуін кесіп өтіп, Каспийге құятын. Одан кейін мынау екі дариямыз бар, Амудария, Сырдария. Аму енді Өзбекстан, Тәжікстан жерлерімен бұратала өтсе, Сыр өзіміздің орталықтың оңтүстік пен Арал ортасындағы ел анасы деген байтақ дариямыз. Ал шығысымызда Ертіс, Қарертістен басталып, соны Оба арқылы жаңағы солтүстік мұхитқа құяды. Ал орталық Қазақстанда енді көптеген есіл, тоғыл, айтарлық Сарысу үзіліп қалатын өзендеріміз көп қой. Бірақ та соның ішінде Каспий, Арал, Балқаш осы үш көлімізге мән беріп, үшеуін сақтауға дем қойып, мемлекеттік тұрғыда қарайтын мынау ешқандай шегермей бүгінгі күннің басты мәселесі деп санаймыз. Балқашқа да ойланатын көп нәрселер бар. Енді атом электр станция деген жоспарланып қойды. Үлкенде ол қалай болады, экологиялық жағдай қалай болады, халықтың арасында әртүрлі пікірлер бар. Бірақ мемлекеттік тұрғыда оны да қарап, шешіп, болашақ құрылтайға, болашақ үкімет пен президентімізге нақты қалқан болып, нақты бағдарламалар жасап, сол жанашыр болуымыз керек деп ойлаймын. Ал Каспийде су азайып тартылып бара жатыр. Оның енді сол мынау ұлы Тұран ойпатында бұрынғы сулардың дүниені жапқан, содан пайда болған Каспийімізде, Аралымызда содан шыққан сулар деп санаймыз. Дегенмен де Каспийдің экологиялық жағдайы, оның биосферасы, оның мынау жан-жақты мемлекеттердегі шекаралық бөлімдері әлде де жиналып қарайтын, президентіміз айтқандай, саммит болсын, келісім шарттармен шешілетін дүниелер. Осыған да көңіл бөліп мұқият халық атынан жаңағы үндеу салатын, дабыл қағатын сіз бен біздер болсақ жаман болмас еді. Енді Аралдың әңгімесі көп жыл
келе жатқан дүние. Аралды қорғау деген комитетте құрылды, одақта құрылды, СССР жоғарғы кеңесінің депутаттары, әлгі Олжас ағамыз, Мұхтар Шақановтар болған кезде комитет, комиссия құрып, аралға дабыл қаққан кезеңдер болды. Бірақ та табиғи ресурсы судың өзі жетпей, баяғы балығы тулап, құстары шулап жататын біздің жас кезіміздегі арал жоқ, әттең-ай деп жүреміз. Енді суы толтырылып, сол мына солтүстік бөлімі дейді, көбейіп жатыр, көбейтіп жатырмыз дейді. Бірақ әлі де оған басқа қайда менің нақты көзіммен көріп, қолыммен шайқап ұстамағасын көңілім толмай жүрген азаматтың бірімін. Бірақ та біздің президентіміз қай жерде де болсын, осы арал мәселесін құрылтайда болсын, жолдауларында болсын, кездесулерде болсын, халықаралық дәрежеде де болсын, аузынан тастамай айтып келеді. Соған шүкіршілік жасауымыз керек, қолдау білдіруіміз керек. Менің айтарым енді бүгінгі осы республикалық конференция жемісті, келісті болып өтуіне тілектеспін. Сондықтан Таразда басталған жақсы ұсыныстар, жақсы шешімдер өзінің жаңағы өміршеңдігін көрсетеді деп ойлаймын. Енді сөз соңында мына Сейтжан Әуезжанұлы осы ректор міндетін атқарушы екен бүгінгі күні. Бұл азаматтың тектілігі туған топырағынан белгілі болып тұр. Ұлы Балкен туған, Шераған туған, Жуалы ауданының азамат екен. Ертең бекіп, бекітіліп, бұдан да жоғары деңгейде қазақ ғылымы мен білімінің басшы болуына тілек айтайық. Рахмет. Құрметті конференция, бізге жаңағы конференция деңгейі қандай дегенде әрине сыртқы істер министрлігінен баға беріледі, бірақ осы конференцияға ОБСЕ-нің шақырып жүрген болатынбыз. Осы қатысып аты жөні нақты комитеттің басып отырған конференция барысы анықтап, сіздерге жіберген соң программа арқылы қосылып, және Франция журналисті болды, сол кісілер қатысып отыр. Зоom арқылы олар өздерінің жаңағы арнаулары жасамайтын, қатысып отыруға ниеттерін білдірді. Бір конференция барысында бізден алған информациямен екі ауыз сөз ойларын айтып жатса, біз қарсылығымыз жоқ. Сондықтан осылай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді конференцияның негізгі бағыты, ұстанымы өзі сіздерге көп рахмет. Конференция қолдағандарыңызға аралға су келеме экомарафон деген экологиялық акцияны жалғастырып отырмыз. Оған негізгі себеп бізге дейінгі әріптестеріміз айтты, президентіміздің әлемдік жағдайдағы су мәселелері жөнінде әрине бәріне белгілі болды. Әлемге де белгілі, біздің басшыға да белгілі, бірақ мемлекет басшысының соған ынта-жігерлерімен араласуы бізге үлкен қолдау беріп отыр. Әсіресе жаңа Ашқабадтағы біріккен су ресурстары жөнінде жаңа комитеттің ашу жөніндегі мәселеге әлемдік кеше Қызылорда құрылтайында айтты, ол әлемдік дипломатия. Бір ғана аралдың бір ғана Қазақстанның күшімен қазіргі уақытта су мәселесін шеше алмаймыз. Әлемдік жағдай қазір алаңда тұр деген ой түйіндірді. Осыған байланысты біздегі осы бірінші тақырып осы президенттің бастамасы, осы университет кейіннен айтып, осы акциядан соң осы экомарафон акциясын басқа да университеттерге ары қарап жалғастыру жөніндегі идея бар. Осы идеялар бізге қатты ұнады. Оны ары қарап жалғасы болып жатыр, реттелгенде айтылады. Қазір осы тақырып бойынша негізгі ұстанымды біздің Қазақстан Республикасы су ауыл шаруашылығы еңбек сіңірген қызметкері, қазсу шаруашылығы Жамбыл филиалының су талаты бассейндегі инспекциясын басқарған Нұрәлі Берікбөбейұлы былай айтып отыруы, құрметті өкілінің иегері. Бұл кісінің бізге қатысқан қатты қуанышымыз ОБСЕ-ге кезінде осы су мәселесі бойынша өзінің ой түйіндерінде түйіндеген кісі, және осы тақырыпты қозғап отыр. Біздерге ой деңгейімізді өсіру үшін осындай тәжірибе иелері керек.
сондықтан мерекеге көбейіп сіздер өтініш. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ма, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгін мына Тараз қаласында бір тарихи есте қалатын үлкен бір конференция болайын деп тұр. Қадамдарыңыз құтты болсын, мына Таразға келген. Мен өзі өмір бойы мына су шаруашылығы 77 жылдан бастап су шаруашылығында қызмет еттім. Арасында облыс полком деген мекеме болды. Бұл жерде де су шаруашылығымен айланысып, 18 жылы пенсияға шықтық. Шықсақ та осы су десе жүрегіміз лүпілдеп, аяғымыз тыпырлап, соған қатыссақ деген, өзіміздің үндеуімізді қоссақ деген деп шырылдап. Бүгін де естіп, осы мәселелер, су мәселесі талқыланады. Әсіресе Аралға су келе ме деген мәселе талқыланады. Содан кейін жаңағы мына президентіміздің ұсынысы халықаралық су ресурстар комитетін құру деген. Өзім сушы болғаннан кейін, мысалы мынау сушы деген өз дипломатсыз. Әрқайсымыз дипломат болдық. Мінекей, мына қазақ пен қырғыздың ортасында өмір бойы су бөлуге қатысып өттім. Жаңағы ОБСЕ деп жатыр ғой. Кішкентай бір тарихты айтып кетейін. Осы қырғызбен осы суға таласып, су қиыншылықтар болды. Сон ОБСЕ зерттеп келді. Сіздер осы қанша жыл болды су жетіспей жатыр. Ешқандай сонда да соғыс жоқ, қырғын жоқ, айқай жоқ. Анау мемлекет арасында шу көтеріп жатқан жоқпыз. Сіздердің қазір баяғы Москва жоқ, партбилетті столға қой деген әңгіме жоқ. Егемендік алдыңыздар, соны қалай бөлісіп жатсыздар? Айқайсыз сіздердің тәжірибеңізді бүкіл мемлекеттерге тарқатайық деп бір комиссия келді. Сонда Қазақстан жағынан мен басқардым, Қырғызстан жағынан Асан Ахун деген Чуйский областың несін басқарды. Сонда 35 жылдың біз Қазақстан қанша су алдық, Қырғыздан қанша су алдық, соны барып Душанбеде қорғадық. Сол трибунада слайдтарымызды көрсетіп жатырмыз. Жаңағы пәленбай жыл мінекей су алмадық, бүйтпедік. Қаншама шаруашылықтар зардабын шекті. Мінекей өте қиын болды. Кейбір жылдар су көбейіп кетсе, қаншама көпірлеріміз шайылып кетті. Соның бәрін айтып жаңағы осы сөйлеп жатырмыз. Қырғыз жағы ол мойындаймыз болды, бірақ та тем не менее бізде шамамыз келгенше жаңағы суды жеткізуге тырыстық, бүйттік. Мысалы Қазақстанда бізде әкім не айтты, министр не айтты, соны халық істейді ғой. Қырғыз мемлекетінде ояқта халық не айтты, соны істейді. Мысалы даже бір сушыларды. Ал енді бүгін үлкен мәселе талқыланып жатыр. Жаңа халықаралық неге? Соған мінекей сіздердің осы қадамдарыңызға мен риза болып отырмын. Жамбылымызда жаңа жылда да қарсыз қарсы алдық. Сіздер келдіңіздер, мінекей бәріміздің ниетіміз қосылғаны ма? Алла көріп қойды ма? Қар деген борап, қандай бір сондай бір керемет болды. Нұр жауып жатыр. Қадамдарыңызға тағы да нұр жаусын. Мына бүгінгі іс-шарамызға үлкен нәтиже болсын. Тіршілігіміздің бәрі оңынан, сәтімен, оңайынан. Тем более бүгін жұма күні кездесіп отырмыз. Осы бәріміздің ниетімізді Алла қабыл етсін. Сәттілік жұмыстарыңызды. Осы бастаманы президент бастамасына сәйкес бірінші тақырып болып алдық. Осыған қосымша қосып айтар ойларыңыз болса тыңдауға болады. Болмаса екінші тақырыпқа көше берейік. Ол үлкен су мәселесі де Сырдария су жөніндегі қаш еместер ғой. Тағы да іс барысында таныстыра береміз. Өйткені осы жерге жаңағы қоғамдық ұйымдармен қатар Арал қоры дирекциясынан да қатысып отыр. Негізі дирекцияның өзі басшысы орынбасары өзіміздің Марат Нарбаев көптен бері келе жатырмыз. Сосын партия ұйымдарынан азаматтар қатысып отыр. СДП, сосын қоғамдық ұйымдарымыздан бізде ары-қарай іс барысын таныстыра береміз. Үлкен дерек бағаларымыз тақырыптарға байланысты отыр. Сондықтан
біздің ыңғайына жұмыстай жасап береміз. Ескертпе болса, көп түсіндіріп отырсаңыз тез түсіндіріп келістік, жалғастыра береміз да. Ендеше университеттің магистранттарымызда отырып тақырыптары бар бәрі алдымызда. Дәл ойдағыдай күн тәртіп алдарыңызға бере алмаған үшін кешірім сұраймыз, өйткені әр тақырыптар ауа райымен де байланысты. Алматыдағы бар, оңтүстік Қазақстаннан Шымкенттен бері қарай келетіндер келе алмай қалды. Сондықтан жалғастыра береміз. Ендігі негізгі мәселе жасырмаймыз, Таразда өткізгенде біздер Арал суын көтеріп жүрген деп Каспий суы жөнінде мәлімет бар. Аздап алғашқы білетіндер үшін Тараздың осындай Тараз мемлекетімен біздің мемлекетімізге, біздің мемлекетімізге Таразға, Жамбыл облысына су беру мәселесінің мұндай өзекті екендігін біздер басқа экология жанашырлары, басқа су тағдырын түсінушілер білген жоқ, естіген бірінші естіп отырмыз. Демек бұндай басқа сулар Қазақстан бойынша керек екендігі анық болды. Енді қазір осы тақырыпты біз қарарымызда ой түйіндерімізді аламыз. Соның түйіндеп қазір бастамалармен қосып жасаймыз. Енді келесі тақырыпқа көшетін болсақ, біздің Сатырбаев Әлібек ағамыз қоғам белсендісі, су шаруашылығының маманы, жазушы, көптен бері осы біздің Арал суын іздеушілеріміз ғой бәріміз. Осы Аралға неге су келмейді, неге Сырдарияда су жоқ, неге диқандарға жеткілікті су жоқ, неге бізде су игеру жүйесі кемшіліктер көп. Осы мәселе өзінің кітабы да бар. Қазір дайындалды. Осы тақырыпқа бір кітап. Сол кітаптың бәрін айта алмайды, бірақ соны түсіндіріп жеткізбекші. Әлібек ағамызға сөз береміз. Құрметті тараздықтар, мен үшін Жамбыл бір өзгеше арал. Студент кезім осында өтті. Су шаруашылығы институтын бітірдім. Осы Жамбылда мамандығым инженер-гидротехник. Бірақ мұнай саласында бір 20 жыл істедім. Су саласында бір 20 жыл істедім. Сонымен соңғы уақытта қазір су шаруашылығымен айналысып жатырмын. Жақында осы мына жігіттердің арқасында бұнда алған кемелер деген кітап жаздым. Жақында шықты. Осы Арал мәселесі жөнінде. Аралдың тарихы, Аралдың осы қалай тарихы, бүкіл тарихын бәрін жаздым. Бұл Арал мәселе, Аралға келсек, Арал екі қос өзеннен су ішіп тұрады. Біреуі Сыр, біреуі Амудария. Ал енді Сырдария 4 республикасының үстіне өтеді. Өздеріңе белгілі. 4 республиканың 12 облысын суландырады. Соның ішінде 12 облысын суландырғанда 3 миллионға жақын жерді суландырса, осы Сырдарияның бойында 30 миллионға жақын халық отыр. Ол жағыңыз Сырдария жағында сізге естемес, ол 3 республикада өзінің елшісін алып отыр. Кезінде Совет үкіметінің кезінде осы Сырдарияның суын бөлген кезде біздің Қазақстанға 12 миллиард суды бөлген екен Совет үкіметінің кезінде. 1982 жылы Госпланның бастығы Байбак. Соның максимальный 12 миллиард, минимальный су аз жылдары 10 миллиард су бізге Қазақстанға тиісті екен. Енді қазір соңғы жылдар көріп отырмыз, біз сол 10 миллиардтың жартысын да ала алмай отырмыз. Егін шаруашылығы. Оған себеп қазір соңғы жылдары мына негізгі судың бәрі кете жатқаны, пайдаланып жатқаны күрішке пайдаланып жатыр. Қазір Қызылорда облысы Қазақстанда 4 күріш егетін облыс бар, соның ішіндегі Қызылорда ең үлкені. Сол Қызылорда 90% егеді екен күріштің. 4 облыстың ішінде. Соның ішінде 90% деген көп нәрсе бар. Сонда 10% 3 облыс күріш егеді екен.
Менің қолымда мына ауыл шаруашылық министрінің бір 2022 жылғы бір берген егеменді Қазақстанға мынадай мәліметі бар екен. Егеменді Қазақстанға шыққан 22 жылы. Мен оқып берейін, сосын мүмкін түсерсіздер. Қазақстанда күріш қоры ішкі тұтыну көлемінен 2 есе артық дейді. 2 есе артық. Ақпараты бойынша 22 жылы Қазақстанда күріш егу алқабы 87,8 мың гектар. Олардан 486 мың тонна тазартылған күріш жиналды дейді. 486 мың. 21 жылмен салыстырғанда 3,4% аз болды. Оның ішінде 446,6 тонна күріш Қызылорда облысының үлесіне келеді. Қызылорда облысының барлық өндірілген күріштің 91,4% осы Қызылордаға келеді екен. Мен бұны есептеп көрдім. Егін күріш керек. Күріш керек болатын себебі жағымыз Қазақстан емес, басқа жақта бәрі күріш егіп отыр. Ең негізгі тамақтардың бәрі күріш. Азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін күріш керек. Мен статистика бойынша Қазақстанда бір адамға шаққанда 9 килограмм күріш керек екен. Мына көрші Россияға 5 килограмм. Сол сияқты мына Вьетнамда мысалы 127 килограмм бір адамға шаққанда жылына. Мына Қытай 115 килограмм күріш пайдаланады екен. Енді мына ауыл шаруашылықтың министрліктің беріп отқаны біздің Қазақстан жылына 98 мың тонна күріш пайдаланады екен. Егер бұлайынша 9 килограмм ессек, біздің Қазақстанға 180 мың тонна күріш керек екен, тазартылған күріш. Біз содан 2 есе артық өндірдік. Ал соның ішінде Қызылорда облысы 90%. Значит, 90% егу деген сөз аралға су бармайды деген сөз ғой, енді соны тоқа терін айтқанда. Ал енді мен бұлайынша есептеп көрдім, мына неге қанша керек ауыл шаруашылық қауіпсіздігін нағылу үшін, қорғау үшін қанша күріш егу. Бізге 70 мың күріш ексек, 70 мың гектар күріш ексек, бүкіл Қазақстанды күрішпен жауып тастаймыз. 70. Қазір біз 90 мың гектар күріш егіп отырмыз. Сондықтан болған ауыл шаруашылығында, су шаруашылығында өте көңіл бөлу керек. Онсыз болмайды. Әрі бір қызық жері, біз шетелге күріш сатып отырмыз. Шетелге. Мен оқып берейін. Ресейге 48,6% күріш сатылады. Тәжікстанға 21,7%, Түркменстанға 7,8%, Украинаға 6,9%, Өзбекстанға да 2,2%, Ауғанстанға тағы сатылады күріш. Енді осы күрішті біз жалғыз Қазақстан емес, біз шетелде де асырап отырмыз осы күрішпен. Мүмкін бұны енді жоғары жақта осылай шешкен шығар, бірақ осы күріштердің 90% шетелге сатылған күріштердің бәрі Қызылорда облысынан кетіп жатыр. Естеріңізде көрсін. Ал біз қазір соңғы жылдары осы 2 жылдың ішінде кішкене аралға, кіші аралға біз су жеткізіп бере алмай отырмыз. Оның бәрі күрішке кетіп жатыр. Сондықтан осы мәселеге келгенде өте көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бұларда ауыл шаруашылық министрлігі мен су шаруашылық министрлігінің екеуі бірлесіп жұмыс істеу керек. Өйткені олар мына планды, жоспарды қалай бергенін мен түсінбеймін. Осы биыл бірінші рет осы 40-50 жылдан бері осы күрішілегеннен бері мына бірінші рет Нұржігітов су министрі күріште артық егетін, суды артық пайдаланатын бірінші рет айтты. Мен қанша жыл осы шаруашылық жүргенде бірінші рет осы сөзді айтты. Мысалы, мына Түркістан 4000 гектардың орнына күрішті 3,5 есе артық егіп, 3,7 есе. Оны ұсталып, выгебрларын алды ғой, жаңағы Облватқос, Райватқос. Мысалы, күріш егілмейтін жерге Мақтаралда 4000 гектар күріш егіпті. Жоспарда жоқ. Міне біз судың негізгі жетпей атқаны, біздің мына аралға жетпей атқаны артық күріш егіп, латифунистерді біз қолдап отырмыз. Плюс
шетелге күріш сатып отырмыз. Біз өзіміз экологиялық зонада тұрамыз, Аралға су сұраймыз жылда. Мына екінші министерство мынадай істеп отыр. Сондықтан осы биылдан бастап, былтырдан бастап әңгіме болды. Қазір күріштің гектарын азайтуға. Бірақ қанша азайтады, мұны ешкім әлі білген жоқ. Бірақ менің ойым, менің есебім бойынша Қызылорда 40 мыңнан артық күріш егудің керегі жоқ. 40 мың күріш бүкіл Қазақстанда, қалған 20 мыңы 3 облыс егсе, сонда бүкіл Қазақстанның күрішін, керекті күрішін біз жабаламыз. Бірақ қазір Қызылордаға екесе 80 мың, 90 мың күріш егу, ол Аралды өлтірумен бірдей күш аралды. Суды жетсе алмайды. Екінші үлкен бір мәселе, мына былтыр бәрі белгілі болды ғой, мына Шардарға су жетпей, мына Өзбекстанға 1 миллиард 100 миллион суды ағызып жіберген. Бұны қазір депутаттар да көтеріп отыр. Бірақ соған жауап беретін адам жоқ. Кім ол суды жіберді? Бізге тиісті 1 миллиард суды. Бұл мәселе жөнінде мен біраз зерттедім. Қазір Аралға біз жоғарыға қарай береміз. Бозымбаевтар мына Қырғызстанға, Өзбекстанға бәрі келісті. Ол келіскен дұрыс шығар, бірақ бар суды біз қазір алмай жүрміз. Қазір Өзбекстанның жерінде Айдаркөл деген үлкен көл бар. Сонда 44 миллиард куб жатыр. Ол судың 90% Қазақстанның суы. Кезінде Шардараны салғанда, жоспарланғанда, анау қасына Арнасай арқылы ана көлді пайдаланған. Артық су келген кезде, мына Көксарай салынбай тұрған кезде қысты күні су жібереді. Соны ана арман қарап Өзбекстанның жеріне жіберген. Ал енді кейін мына жерді бөлген кезде ол Арнасай арқылы мына Айдаркөл жоспары мына Шардарамен бірге жасалған. Егіз еку. Бірақ үкімет қалай екенін білмейміз. Ана көл жағын Өзбекстанға беріп жіберген. Қазір судың бәрі Өзбекстанның территориясына құйғаннан кейін 44 миллиард куб. Бұл Өзбекстанның суы. Енді ол суды біз алып қалай аламыз Аралға? Егер бізге оны контррегулятор есебінде пайдалансақ, ол суды Өзбекстанмен келіс. Өзбекстанмен келіс. Мен бұларда президенттер, бұларда негізі мамандар сөйлеу керек қой. Оны контррегулятор есебінде пайдаланып, бүкіл Түркістан мен Қызылорда облысын сумен қамтамасыз етуге болады. Бірақ оны енді қазір осы әңгімені біз көтеріп жатырмыз, былтырдан бастап. Бірақ жоғары жаққа да уже жетті. Қазір олардың сылтауы біз ана Көксарай салдық, жететтік. Көксарайдың өзі максимальный өзіне керекті суын сақтай алмай тұр. Жоспар бойынша ол 3 миллиард суды ұстау керек. Қазір ол 3 миллиардқа жетпейді, 2,5 миллиард ұстап жатыр. Әлі жаңа ремонт жүргізіп жатыр Көксарайдың. Бұл Көксарай онша көп пайдасы жоқ. Ол қысқы кездерде қарқардан аққан суды пайдаланып контррегулятор. Бізде бұл арада ең үлкен менің ойым, өзімді субъективті ойым, біздің мына керек институттерді таратып жіберген. Гидромелиоративный 2 институт бізде 30 жылдан бері таратып жіберген. 3 техникум, бізде кадр мәселесі жоқ. Кадр мәселесі. Енді біз шынын айтқанда институтты кеше 23 жылдан, 24 жылдан бастап асты ғой, мына Жамбылдың институтын. Ол енді әлі кадр шығарған жоқ. Сондықтан бұл кадр мәселесі өте үлкен мәселе деп ойлаймын. Су мамандары жоқ деп айтуға. Оның мәселесі ана өткен жылы үлкен 2021 жылы үлкен су алып тоқан су. Сол кезде бірде көздері ашылды үкіметте. Сосын бар біздің министерствоны ашты. Сондықтан менің өзімнің жазған бір ойым бар. Сол бір 4 мәселені шешсек, Аралға мүмкіндігінше болғанша суды алып келуге болады. Ол Аралға суды біріншіден мына күріш мәселесін азайту керек, суды көп пайдаланатын. Екінші мәселе мына Айдаркөлдегі 44 миллиард жатқан. Ол 44 миллиард қазіргі мына ара кіші Аралдан 2 есе көп. Бұл үлкен көл. Қазір теңіз деп айтуға болады. Бірінші
Қазақстанға тиісті суды Шардара су қоймасынан Арнасай арқылы Өзбекстан жеріндегі Айдаркөлге 44,5 миллиард суды жібереміз. Халықаралық Рамсар конвенцияның аясында Өзбекстанмен бірлесіп Айдаркөлді контркөлдері есебінде пайдалану жолын қарастыру керек дейді. Заң бар. Тек оны істейтін мамандар керек. Бірінші мәселе. Екінші мәселе Қызылорда облысында 40-50 мың гектар күріш орнына 86 мың гектар күріш егуде. Күріш экспортына шығарамыз деп артық күріш алқабын егетін латифунистерді қолдап отырғанымыз дейді мінекей. Бұны бұл арада облыстың әкімі, ауыл шаруашылық министрлігі, су шаруашылық министрлігі бірлесіп осы мәселені шешуге болады. Қолда тұрған нәрсе бұл оның бәрі. Үшінші мәселе мына Шардара су қоймасынан бөлінетін судың көлемін анықтағанда Қазақстан мелиорация су шаруашылығы министрлігінің Қызылорда облысы бойынша нұсқауы. Мына Сырдарияның өзін тазарту үшін 2,6 миллиард су керек. Өзінің ол Сырдарияның оның еншікті суы. Ол суды біздер есептеп отқан жоқпыз. Бізді мына есептеп, осы суды мына аралға құйған есебінде есептейді. Бұл мына 2,61 миллиард куб су, ол өзі Сырдарияның енші суы. Оны есепке алмау керек. Оны біздің мына мамандар осы суды есептеп жүр. Бұл өйткені ана өзінің несін составитен су сақтаушы Сырдарияның өзінің суы. Төртінші, мына Сырдария бойындағы тоспалар бар. Қазір Қызылорда облысында мына Шардара, Тасбөгет, Қараөзек, Басықара, Ағлақ, Қараөбек дейді. Қазір осылар су тоспалары осы 30 жыл болды. Оның экспертизадан өткен жоқ. Мына тоспалардың негізгі 70% судың астында жатыр. 30% ғана көрінеді бізге. Сондықтан бұл мәселе жөнінде ұмытып кеткен сияқты, менің өзім ойымша. Бұл тек қана 30 жылдан асып кетті, бұның экспертиза жасалмағанына. Бұл Орта Азияда, мына Өзбекстанда Саңри деген институт бар. Сол кезінде жасайтын еді. Енді сонымен ғылыми зерттеу жұмыстарымен біздің Қазақстан айналысу керек. Өйткені Қазақстанда ондай бізде институт жоқ, институт. Жаңағы экспертиза жасайтын. Бізде мына ең қиын мына Шардара, Тасбөгет ең бірінші салынған 56 жылы. Олар уже қазір 70-80 жыл болды. Сондықтан бұл өте қауіпті жағдай. Бұл су қоймалары, су бөгеттерін экспертиза жасап, қандай состояние тұрғаны біз білмейміз, ешкім білмейді. Бұл енді үлкен мәселе, бұл енді правительствоның уровенде шешілетін мәселе. Бұл енді су шаруашылығы министрлігі правительствоға осындай сұрақ қою керек, мынаны шешу үшін. Су бар Орта Азияда. Бұл суды біз тек қана пайдаланамыз керек. Қалай пайдаланамыз? Қазір мына Шардараның бойында, Сырдарияның бойында гидропостлар бар. Қазір 15-тен аса гидропосты, Қызылорданың өзінде 10 гидропосты бар, суды дағылатын. Осы гидропостлар суды есептейтін солар. Бірақ ол гидропостлардың салынғанына, ең бірінші салынғаны 1911 жылдан бастайды. Суды, Сырдария суының есептеу керек. Енді қазір сол баяғы рейкі тұрғаны, осыдан 50-60 жылғы тұрған рейкі. Қазір современный жаңағы суды есептеу, бұл салу керек. Қазір техника дамыды. Қазір менің ойымша, біз кім суретін салып береді, сонымен біз есептеп отырмыз. Суды есептеп атқан адам жоқ, точно есептей алмайды. Ол ана Өзбекстаннан келіп атқан судың составында тексеріп атқан жоқ. Қандай су келіп атыр? Біз қандай суды пайдаланып отырмыз? Бұл қазір бізде үлкен проблема, су мәселесі. Әсіресе мына дарияның жағасында судың бойында отырған, ол суды адам ішеді, ол суды мал ішеді. Ол Өзбекстаннан қандай су келіп атыр? Оны міндетті түрде оны тексеру керек. Бұл үлкен проблема. Оны ешқандай бұл жөнінде әңгіме көтерілмейді. Аралға су керек, Кішаралға су керек, басқа әңгіме айтылмайды. Ол судың составы керек қой бізге. Оны пайдаланып жатырмыз.
Сондықтан менің ойымша бұл арада жалғыз қоғамдық қорлар емес, бұл арада мына ғылыми институттар жұмыс істеу керек. Мына үлкен қуаныштымын, мына Жамбылдың мына технологический институттың мынадай осындай су мәселесін көтеріп жатқанда, бұл су мәселесі бүгін басталмайды, ертең де болады, ары күн де болады, жылдан жылға бұл қиындап баратыр. Сондықтан ғылыми түрде біз дайындауымыз керек. Мына естеріңізде болсын, Черчилльдің бір әдемі сөзі бар. Екі мемлекеттің арасында мәңгілік дос болмайды дейді. Екі мемлекеттің арасында мәңгілік мүдде болады дейді. Сол достық бізде қалған, өзбектерді мен қырғыздарда мүдде қалған. Олар оңайлықпен су бермейді. Ол ана халықаралыққа сүйенгенмен жаңағы оңға қалған. Олар бізде әлі қарамайды бізде. Өйткені олар өздеріне су керек. Оларда қазір Өзбекстан 40 миллиондай халық бар. Оған бәрін тамақ керек. Сондықтан олар мүмкіндігі болса қандай жол болса да бізге кедергі жасайды. Ол бір үлкен мәселе. Екінші мәселе мына біздің Қазақстанның бір үлкен кемшілігі, мына Өзбекстанда үлкен құрылыстарды салып тастаған, су мәселесі жөнінде. Мына Сырдарияға құятын кішкене өзендер бар. Солардың бойына 80-нен аса водохранилище салып тастаған су қоймалары. Ол Қазақстанмен келісіп салыну керек. Мына Сордаба өткен жолы 90 миллиондық куб Сордаба жарылды ғой. Кімізбен қадақлап жіберді ма? Ол Сордаба жарылды, біздің зияны Қазақстанның жеріне тиді. Өзбектермен біз мәңгілік достық деп, өзбектерге ешнәрсе істеген жоқпыз, өзбектер көмектесті. Ол ондай мәселе көп қой. Ол Қазақстанмен келісіп салынатын нәрсе. Ол салынбай қалды, келісілмеген. Ең үлкен мәселе қазір Өзбекстан қазір атом электр станциясын салып жатыр. Қазақстанның границасын да салып жатыр. Оған су керек. Ал ол суды қайдан алады? Ол суды қайтадан Сырдариядан алады. Ол бір үлкен мәселе. Ол мәселені біз жағынан әлі ешқандай қозғалыс жоқ Қазақстан жағынан. Ол су қайдан келеді, анау су қаяқтан алады. Әрі екіншіден мына Жетісайға жақын жерден салынып жатыр атом электр станциясы. Ол ашық ақпаратта жүр. Үшінші мәселе, мына Қырғызстан қазір Қошқарата деген гидроэлектр станциясын бастады, Каскатын. Ол 50 жыл болған әңгіме болғанда. Осы кезінде мен институтта оқып жүргенде сол айтылған. Енді қазір олар бірінші Каскатын бастады. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан бірігіп. Оған 5,1 миллиард су жиналады. Ол су тағы да Сырдарияға құймайды деген сөз ғой. Сондықтан бұл арада менің ойымша институттар жұмыс істеу керек. Бәрін есептеу керек. Ол ауызбен айтып, менде де тұрып неше түрлі сөзді айтып кетуге болады, бірақ ғылыми жұмыстар әр уақыт алда жүру керек. Менің ойым солай. Сондықтан бәріңізге сәттілік тілеймін. Мына үлкен конференцияда ойларыңызды айтқандарыңызға. Негізгі қазір қоғамдық қорлардан бірі мына ғылыми жұмыстар алда жүріп отыру керек деп ойлаймын. Сіздерге үлкен табыс тілеймін мына жұмыстарыңызға. Рахмет. Ой түйіндерді бастамалардан кейін, сосын кейін өздеріңіздің түйінді ойларыңызды тағы да жинаймыз. Содан кейін осы түйіндерімізді біздің 4 мемлекет жиналған президент аралықтық қорының халықаралық аралықтық қорына қатысып өтетін саммитке біз арнайы хат дайындаймыз деп отырмыз. Соны сіздерге келісіміңіздермен сондықтан барлық идеялар, барлық ұсыныстар ағамыздың айтып отырған судың мөлшерін қалай өлшейтін технология қайда бізде деген сұрақ туындап тұрды. Сосын жаңағы күріш өсу. Бұл конференция тек қана сол үшін де жүргізіліп жатыр. Қазір өткенде вице-премьер Бозымбаев және су министрі Қызылорда облысына барып түсіндіріп айтты. Келесі жағдайлар қиын болады, су аз болады. Сіздер суға ие болыңыздар. Ол тек қана биліктің жоғары жақтан емес, біздің қоғамның да пікірі бар екен. Соған қарсы бір қоғамдық позиция қазірде осыны қолдаушы екендігін көрсетуіміз керек. Әрине
жамбыл мәселесін, Қырғызстанмен арадағы қарым-қатынас мәселесін үлкен болып жоғары көтеруіміз керек екен. Осыдан кейін біз ұсыныс бойынша Маңғыстауда Есен университетінде ары қарай өтеміз, ол жақта Каспий мәселесі. Алдымыздан сіздер айтып, Балқаш мәселесі шығайын деп тұрған сияқты. Бірақ жалпы осы университеттің бастамасымен, университеттің ғылыми орталықтың ұсыныстарымен егер алдыға жылжып отырсақ, қоғамдық пікірмен ғылыми түйіндер біздің мемлекет бастауындағы су мәселелеріне оң нәтиже беретін шығатын жұмыстар жасап жатырмыз. Енді аралға су келіп жатырған жөнінде өткен жылдар алдында су мол болды деген әңгімелер болды. 4 миллиардқа дейін кубометрге дейін су аралға жеткізілді деген хабарламалар, ашық хабарламалар болды. Бірақ елдің жұрттың көріп отырғаны өзгеріс көрген жоқпыз дейміз. Ешқандай артық суды көріп отырған жоқпыз. Келген болса, олар қайда кетіп қалып жатыр, немесе кебу процесі, технологиялық процесі, немесе басқа жаққа жіберіп кетіп қалуы процестері мүмкін өте көп шығар. Үлкен су келіп жатыр дегеннен кейін. Яғни судың жолына иелік процестері дұрыс емес шығар деген қоғамдармен елдің сұрауын барып, біздің қоғамдық бірлестіктің азаматтары және Ақтөбе облысындағы осы ұйымдастырушылардың азаматтық бастамалар орталығының басшысы Жомарт Қапбаев азаматымыз өзінің журналистермен бірге белгілі бір тексеру жүргізген. Соны жаңағы өзі сөз сөйлеу орнын кішкентай өзгертті форматын. Біз әуелі дейді, сол сөйлеген кездегі қатысты сөзімізді жіберейік, содан кейін қосымшасын айтамыз. Сондықтан қазір осы Ақтөбе облыстық азаматтық бастамалар орталық қоғамдық бірлестігінің басшысы Жомарт Қапбаев азамат Главная цель создания нашего документального фильма не поиск виноватых. Наша задача правдиво донести сегодняшнее состояние Аральского региона, судьбу его жителей и реальное положение Аральского моря. В этом году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также в традиционном послании народу, сообщил, что сохранено 38% Аральского моря. Соленость воды снизилась вдвое, а разнообразие видов рыб достигло 22. К сожалению, президент был вынужден озвучить такие данные, опираясь на информацию, предоставленную уполномоченными органами. Говорим мы это не случайно. Совсем недавно, в течение последних 10 дней, наша съемочная группа побывала на Аральском море. В прибрежных населенных пунктах собственными глазами увидела реальное положение дел и зафиксировала все на видеокамеру. Картина, увы, удручающая. Разница между правдой и ложью, как между небом и землей. Информация, распространяемая отдельными уполномоченными структурами и блогерами о состоянии моря, не соответствует действительности. В связи с этим мы обратились в Генеральную прокуратуру и Комитет национальной безопасности с просьбой в рамках закона дать правовую оценку действиям тех должностных лиц и структур, которые распространяют искаженную и недостоверную информацию. Их действия вводят в заблуждение народ Казахстана, президента и правительства, а через интернет способствуют распространению ложных сведений о ситуации на Арале по всему миру. Мы настоятельно просим положить этому конец. Если нынешняя ситуация сохранится, то уже через 50 лет в истории останется не Аральское море, а Аральская пустыня. Воды нет, рыбы нет, соленость растет, соль выходит на поверхность. Озера вокруг населенных пунктов высыхают. Социальное положение людей ухудшается. Жители вынуждены покидать свои села в поисках работы. Мы обращаемся к президенту Республики Казахстан как к руководителю Международного фонда спасения Арала с просьбой использовать свои трехлетние полномочия и на предстоящем саммите вновь поднять проблему Аральского моря, тяжелое положение населения региона, а также содействовать восстановлению действия экологического закона, принятого в 1992 году. Assalamualaikum, қайырлы күн, киелі әулие атаның тұрғындары осындай бүгінгі аралықтың әлеуметтік орталықты халықтың бейнетіне, тауқыметіне мұрындық болып атсалысып осындай үлкен жиын өткізіп жатқандарыңызға Алланың нұры жаусын.
қазақтың біршілігіне қорқан дейді. Осы Қасым Жомарт Кемелұлының соңғы жүргізген саясатында қоғамдық қозғалыстарға халықтың үнін, сөзін жеткізуге көптеген жол ашып отыр. Соның салдарынан біз бүгінгі таңда бас қосып, өзіміздің әлеуметтік, экологиялық ахуалдарымызды көтеріп отыр. Мына көрсетіп отқан видеоның толыққанды нұсқасы бар. Өкінішке орай осы Қазақстан Республикасы және шет елдерде көрсетіп жатқан Арал теңізіне байланысты жаңағы блогерлердің іс-әрекеті бұл Қазақстан Республикасының заңына адамгершілікке жатпайды. Өйткені жаңағыдай өздеріңіз көргендей теңіз тартылып кеткен, көлдерде су жоқ, дарияда су жоқ, халықтың әлеуметтік ахуалы өте нашар. Осы 25 жылы жаз айында түсірдік документальды фильм, кеше жаңа жылдың алдында түсіргенбіз. Осы сауалдарға байланысты біз Қазақстан Республикасы президентіне, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, прокуратураға және де президент аппаратына хат жолдағанбыз. Соның бірі оқып берсем сіздерге. Қазақстан Республикасы бас прокуроры Берік Ноғайұлы Асыловқа өтініш екінші рет жолданып отыр. Құрметті Берік Ноғайұлы, бұған дейін жолдаған өтінішіңізге жауап алмауыңызға байланысты сізге қайтадан жүгініп отырмыз. Алғашқы өтінішімізде төмендегі мәселелерге назар аударуыңызды сұраған едік. Бірінші, Арал мәселесіне қатысты. Қазақстан Республикасының президенті Біріккен Ұлттар Ұйымының 80-ші сессиясында Арал мәселесіне арнайы атап өтіп, Каспий теңіз тағдырын алаңдаушылық білдірді. Сондай-ақ 2026 жылғы бірінші жартылығында Астана қаласында Арал мәселесіне арналған саммит өтетінін мәлімдеді. Осыған байланысты мынандай заңды сұрақ туындайды. Арал мәселесі бойынша бас прокуратураның тарапынан қандай нақты құқықтық шаралар қабылданып жатыр? Неліктен Сырдария өзенінің су Арал теңіз толық көлемде жетпей отыр? Екінші, су ресурстарын басқарған заң бұзушылықтар жөнінде Қазақстан Республикасы су ресурсы және ирригация министрі Нұржігітов бұқаралық ақпарат құралдарында Сырдария суының бақылаусыз жоспарсыз пайдаланып отырған жылына жоспарлама 4 миллиард текше метрдің орнына 2 еседен артық көлемде жұмсалып отырған мәлімдеді. Су тапшылығының қолдан жасалып отырғанды атап өтті. Осыған байланысты неліктен кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылмай отыр? Бұл салада су ұрлығы, сыбайлас жемқорлық фактілері бар ма? Арнайы мемлекет қаулысы арнасын сай су жіберу ұлттық қауіпсіздік қатер төндірмейді. Үшінші, Шардара су қоймасына қатысты. Биыл Шардара су қоймасы күрделі құрғақшылық жағдайы тап болды. Бұл жағдайлар себептері қандай? Қандай лауазымды тұлғалар әрекет немесе әрекетсіз орын алды және неге осыған дейінгі құқықтық баға берілмейді? Төртінші, ресми деректер мен нақты жағдайларға арасында сәйкессіздік. Соңғы жылдары Арал теңізіне 4 миллиард су жіберілген және су көлемі 23 миллион квадрат метр жеткілікті туралы мәлімет ресми түрде жарияланып келеді. Алайда журналистік зерттеу мен тәуелсіздік бақылау орта кезек Арал маңында 28-09-25 жылы жүргізілген бейне түсірілімде кіші Аралдағы су деңгейінің бұрынғы 40-41 метр шамасында қалып отырғаны жағдайы айтарлықтай жақсармағанын көрсетеді. Осыған байланысты жарияланған 4 миллиард су нақты қайда бағытталды? Су ресурстарының заңсыз бұрылу немесе мақсат пайдалану орын алды ма? Неліктен халықтың ұсынылып отырған ақпарат нақты жағдайына сәйкес келмейді? Бесінші, мамандар пікірі. Инженер гидротехник Альбек Сабырбаев Сырдария мен Кіші Арал жағдайының негізгі себептері ретінде Қазақстанның тиесілі су Шардара су қоймасына арнасы арқылы Өзбекстан Айдаркөлге 44,5 км жіберілуі. Қызылорда облысының ғылыми негізсіз түрде күріш алқаптарының шамадан тыс ұлғайтылуы атап көрсетілді. Аса назар аударатын жайт, егер бірнеше жыл бойы арнасайға арнайы мемлекеттік шешімімен ірі көлемде су жіберілген анықталса, бұл экологиялық, әлеуметтік, ұлттық қауіпсіздік қатер төндіретін жағдай болып табылады және тиісті құқық баға берілуі тиіс. Құрметті Берік Ноғайұлы, Қазақстан Республикасы 189 бабы сеніп тапсырған мүлікті иемдену, Қазақстан Республикасы 333 бабы шаруашылық қызметті заң бұзушылық және Қазақстан Республикасы 304 бабы қызметтік өкілетті теріс пайдалану және өзге де баптар бойынша құқықтық баға берілуі тиіс. Осы өтінішті жеке бақылауыңызға алып, жоғары кәсіби деңгейде прокуратуралық тексеріс жүргізіп, заң бұзушылық анықталған жағдайда кінәлі тұлғаларды заң аясында жауапкершілікке тарту және Арал мәселесіне қатысты
шынайы ақпаратты ашық түрде жариялауын қамтамасыз етуді сұрап отыр. Мына кеше жақын арада Қызылорда қаласында ұлттық құрылтай өтті. Қасым-Жомарт Кемелұлы Арал өңірінің, Арал халқының Арал теңізін сақтап қалуға үлкен ұсыныстар жасады. Бұл нұр үстінен нұр. Бірақ алайда осы ақпарат президентке жету үшін Туран Ойбаты осы қоғам белсенділері неше жылдан бері хат жолдап береміз. Соған байланысты Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің біздің орталыққа жауабы. Сіздердің 25 жылы 14 ақпан 4-ші ұсыныс хатыңызға жауап. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі сіздердің жоғарыда көрсетілген ұсыныс хатыңызды қарап, өз құзырет шетінде келесіні хабарлайды. 26 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы өңірлік климаттық саммит өткізу міндетін Қазақстан экология және табиғи ресурс министрлігі құзыретіне жататындығын, солтүстік Арал теңіз сақтау мәселесі аталған маңызды іс-шараларды талқылау бойынша осы министрлікке жүктелгенін айтамыз. Сонымен қатар, Есіл өзенінің орта ағысының бір бөлігін Торғай өзені арқылы Арал теңізін бағыттау бойынша техникалық, экономикалық негіздеме әзірлеу ұсынылған. Еліміздің су саясатын қалыптастыруға жауапты қызметкерлер мемлекеттік орган болып табылатын Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігінің жіберілгенін. Осымен бірге Арал өңірі және су саласы мәселесіне ерекше көңіл бөліп отырғандар үшін сіздерге жол алғысымызды білдіреміз. Халықаралық құқық департамент директоры міндетін атқарушы Сүлеймен мырза. Мінекей ағайындар, өкінішке орай ақ пен қараның бар мен жоқтың арасы таумен тастай. Бұл біздің туған жеріміз, кіндік қанымыз тамған жер. Өкінішке орай көптеген теріс әрекеттер, жалғаналы блогерлер Қазақстан шетелдерге жалған ақпараттар атып Аралдың бүгінгі жағдайын теріс көрсетуде. Алла Тағала сол көрсеткен келсе деп армандаймыз. Өкінішке орай халықтың әлеуметтік ахуалы, теңіздің жағдайы, балықтың сапасы жоқтығы, тұздың көбеюі, 9 очкода кеше соңғы жаңа жылдың алдында өткенде су тізеде басқа не айтуға болады. Сондықтан осындай шараларға бірігіп атсалысып, оңға ОБС-ге президентімізге жеткізіп, осындай шаралардың бірігіп атсалысып деп шақырамын. Көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Біз осы конференцияда бас прокуратураға және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жіберген себебіміз сыбайлас жемқорлық агенттігі сол жақта кірді ғой. Сондықтан бұл жерде шынымен де арнасаяға кетіп жатқан судың миллиардтаған сулардың құқықтық бағасын кім береді? Немесе мысалы 4 миллиард жіберген су болатын болса, неге жеткілікті бармай жатыр, қайда кетіп жатыр? Құқықтық бағаны кім береді? Сондықтан осы қазір ғана әріптесіміздің айтқан сұрақтар өте жөн деп есептейміз. Сондықтан құқық қорғау органдарының бұл мәселеге араласуын, осындай конференцияларға қатысуын біз қолайлап едік. Бірақ әзірге оны көрген жоқпыз. Бірақ мен өзім бұрынғы құқық қорғау органының қызметкерімін, жібетеміз деп ойлаймын, ақырында жібетеміз деген сөз мүмкін артық шығар. Бірақ менің әріптестерім бұрынғы мұндай сөз жақсы түсінеді, бас прокуратурада басқарыстырған. Келесі комитеттерді тағы да шақырамыз, тағы да жұмыстар жасаймыз деп ойлаймыз. Бірақ хаттарын осылай жібереміз. Яғни бұлай суды, бұлай иесіздікке, жүйесіздікке жол беруіміз керек. Әрине бұл ғылыми конференция. Осы ғалымдармен ой иелерінің сөздерін түйіндеп барып, өзіміздің қарауларымызды жасаймыз. Рахмет. Келесі екінші қарсы пікір ойлар бар. Мысалы, бізде президенттің 2019 жылғы май айындағы сөзінде осы кіші аралда, солтүстік аралдағы суды 27 миллиард кубометр суға жеткізуіміз керек деген айтқан болатын. Сол тағдыр өзгеріс заманның климаттық цикл деп түсіндіріп жатыр. Әлі ұзақ біраз уақытқа сияқты, бірақ өте критикалық жағдайлар келгені 20 миллион кубокилометрден су төмен түскен кезде болу керек. Енді кейінгі бір 2 жылдағы су болған, мол су болғандарын білесіздер. Солға қатысты қазір біздің осы 4 миллиард су жіберді дегеннің өзінде халық айтады, ондай су бізге келген жоқ, ондай су жоқ, балық суының тұздану проценті. Тұздану процесі 13 миль болатын болса, онда балықтар өле бастайды деген мәселе бар. Оны қазір сосын судың мөлшері қазір тұрғылықты қалпына айтуы бойынша жаңа өлшеу құралдары жоқ қой.
жобалар өлшенеді бұрынғы былайша айтқанда ата дәстүрмен өлшенеді деген сияқты айтуға болады қаттырақ. Жаңа 41-лік үлестің Көкарал деген бөгет бар, сол жерде өлшем бірліктері қойылған линейка сияқты. Сол жерде мысалы 41 болатын болса, сол әйтеуір шүкір 20-ның аяқпияғында, одан төмен болатын болса 18-19. Сол қазіргі кейінгі арнайы орындарда Арал қорының берілген арнайы ұйымдардың Арал қорына берілген мәліметтеріне сәйкес ол 23 кубокилометр су болу керек. Осындай ойларды, түйіндерді слайд бар. Нарбаев Марат қазір өзі түсіндіріп жеткізіп береді. Осы Тараздың суммасы, осы дирекциядағы су маманы, неше жылдан бері тәжірибелі маман. Сондықтан Марат тыңдайды. Саламатсыздар, құрметті әріптестер, конференцияға экомарафонға қатысушылар. Ең әуелі алғысымды білдіргім келеді, қоғамдық бірлестіктерге, қоғамдық қозғалыстарға, халық үміті, Тұран паркі, Арал теңізі, азаматтық бастамалар орталығына және де Тараз өңірлік университетіне де алғысымды білдіргім келеді. Мен ойлаймын, жалпы марафонды үдерісті негізі әр бәсейінде өткізу керек. Жыл сайын 2 жыл бір рет бар. Өте жақсы практика университеттің шеңберінде жасалып жатыр. Себебі мына жақта докторанттар да, магистранттар да қатысып отыр. Қоғамдық бірлестіктерге жастарды кішкене тарту керек та. Үлкен кісілер, ақсақалдар жастарға үлес көрсетіп жатыр. Енді айтылған алдын ала спикерлермен Матия аға, Әлібек аға, Жомарт ағаларымызға бәріне келісемін. Жақсы, өте актуалды темалар. Сосын көтеріп жатқан темалардың бәрі президенттің белсенділіктері. Бұл бүгінгі экологиялық конференция, экологиялық марафон, ол прикладной енгізуді жүзеге асыру, қолданбалы жүзеге асыру іс-әрекеттері президенті. Бірінші слайд мен көрсетейін дегені динамикасы, латиграфиясы 60-шы жылдан бастап 25-ші жылға дейін Арал теңізі, оның деңгейі, сосын ауданы, судың ауданы. Қызыл ол уже 2005-ші жылдан бастап солтүстік Арал теңізінің пайда болғанынан басталып, қызыл деңгейлері, көлемдері көрсетіп жатыр. Енді РСАМ Сарасыбір дейді, РСАМ-1 регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение Северно-Аральского моря деген осы жобаны жүзеге асыру болғаннан кейін жалпы балықшылардың да әлеуметтік жағдайларда өте жақсы көтерілді. Сосын балық аулау деңгейі қалпына келіп жатыр деп. Енді елімізде Арал өңірінде балық аулау кәсібін қайта жаңғыртты деп санауға болады. Екінші мәселе ол аквакультура. Ол жағынан кейіннен айтамын. Келесі слайд. Мына жерде Тақтағұлдың судың толуы. Екінші декадан алған 2018 жылдан бастап 26 жылға дейін. Бұл жерде көрініп тұр, қызылмен жазғаным. Бұл қызылмен не көрсетіп жатыр? Жауын шашынның қысқаруы, сосын қуаңшылықтың пайда болуы. Өзені, Сырдарияның өзені судың ағынның қалыптасуы қалай болып жатыр, пайда болып жатқаны. Өзіңіз көріп отырсыз, ол уже Сырдарияның басында су климатқа байланысты қысқарып жатыр. Сосын спикерлер айтқан ғой, су қоймалар салынып жатыр, ары қарай да суды пайдалануды жоғарғы деңгейде емес бізде. Жалпы 5 елде әлі де дамыту керек. Осыған байланысты Сырдарияның сағасына, атырауына су жеткені де шамалы. Судың басынан басталады, Тақтағұлда.
біз әр 10 күн сайын оны мониторинг жасаймыз. Қалай болып жатыр, неден болып жатыр. Бұл келесі слайд. Енді мына динамика водозабора, бізде 5 ел бар. 5 ел қалай суды пайдаланып жатыр. Мына оранжевый цветті ең жоғары деңгейде. Осыдан көрініп тұр. Судың 5 елдің Сырдария бассейнді сумен қамтамасыз ету. Енді 5 ел толықтай суды алып кетіп жатыр. Толықтай. Егер де мына жерде 80 жылда 120-дан аса суды алып жатса, оны білесіз, сарқынды сулары да бар, оны да пайдаланады, оны қайтадан өзенге тастайды. Ал енді биыл 25 жылда былтыр уже 80-нен төмен уже судың көлемі. Жалпы бассейнде. Көрдіңіз бе, 40-тан аса 30%-ға судың тапшылығы болып жатыр. Тартылып жатыр су. Келесі слайд. Мына жерде экологиялық стоп, экологиялық ағын, бұл қара тереңнен өткен ағыны. Енді мына жерде лимит бойынша, лимит көп. Лимит бойынша сосын фактически нақты түскен аралға қанша түсті. Енді су көп жылдары лимиттен жоғары болады, сары, оранжевый, лимиттен жоғары. Ол су көп жылдары сразу байқалып тұрады. 2008 жылдан бастап енді 2008 жылдан бастап су тартыла бастады. Тартыла бастағаннан кейін лимит бір, сіз білесіз, 5 ел мемлекеттері жылына 2 жиналады, вегетацияның алдында, вегетацияның соңында қалай суды бөлеміз, нақты соған қол қойып, осы бойынша суды бірінші бөліп алады, сол бойынша суды басқаруды тырысады. Енді соңғы қанша 2008 жылдан бастап лимитті орындай алмай жатыр біздің министрлік. Министрлік болғанда, бұрын министрлік болған жоқ қой енді, құзырлы органдар. Бір жақсы жері енді соңғы жылда 25 жылда кішкене сары мен көк лимит пен факт бойынша кішкене уже жақындап жатыр да. Енді біз осы жылы 26 жылы үміттенеміз, енді сары фактылы бойынша енді тең болады деп, жоғары болмасын. Келесі слайд. Айта кетерім, мына жерде қиылысқан жері сары мен трендтер. Айтады ғой, арал өңіріне, арал теңізіне солтүстік, арал мен өңіріне сосын солтүстік арал теңізіне пәленше суды тастау керек. Енді біз ғылыми дәлелдедік, 4,5 километр суды тастау керек. Мен көрдім, по факту и по лимиту бойынша 4,5. Қиылысқан жері, это значит приблизительно оптимальный объем дейміз. Келесі слайд. Келесі слайд. Енді мына жерде темно-синий көк ол орта жылдық қара тереңнен қанша тастап жатыр? 64 жылдан бастап 25 жылға дейді. Бұл жерде де көрініп отыр. Судың деңгейі сосын бассейнді сумен қамтамасыз ету. Егер де 70 жылдары, 60 жылдары су көп болса, аралға да су көп тастап жатыр. Ал енді соңғы жылдары, Жомарт ағамыз айтқандай, уже аралға да жетпей жатыр. Уже дәлелдеп жатыр. Много не надо говорить. Енді қызыл деген не? Қызыл деген, мамандар айтады, аралда 3 кубокилометр тастау керек. Ол деген сөз 95 метр куб секунд тастау керек. Күніне метр куб секунд. Жылына ол 3 кубокилометр деген сөз. Оны есептедік. Ал енді көк, жасыл деген сөз, жалпы 64 жылдан 25 жылға дейін орташа деңгейі қанша тасталған экологиялық расходтар. Енді бұны жалпы тренд бойынша экологиялық расходтар өтімдер жалпы азайып жатыр. Тренд бойынша көрініп отыр линия. Келесі слайд. Енді қызық нәрсе, 1910 жылдан бастап 25 жылға дейін бастап суармалы егіншілікке Қызылорда облысында қанша ауданы болған, оның ішінде күріші қанша болған,
1910 жылдан бастап 25 жылы біз оны дәлелдегенбіз, есептегенбіз, сосын модельді шығарғанбыз. Мына сүр ол жалпы суармалы егіншілік. Енді қанша жерде? 80-90 жылдар саны максимально 250-ден аса болған. Қазір болса 180-190 ғой мына біздейді 25 жылы. Оның ішінде мына 90-ға жақын күрішке қызылмен. Енді мына жасыл деген не? Жасыл деген это рекомендуемый, біз ұсынып атқан. Біз мына Біріккен ұлттар ұйымының бөлімшелерімен зерттеу жұмыстар жасағанбыз. Сонда дәлелдегенбіз. Мына жаңа ағаларыңыз айтқан 40 мың гектар болу керек, 70 мың гектар күріш болу керек. Жалпы 30% суармалы севообороттан 30%-тан аспау керек. Бұл қалай дәлелдейді? Мына қараңыз, сары мен жасыл, это вот фактически күрішті еккен, сосын мына рекомендуемый. Келісқан жері 60-шы жылы. 60, сонда где-то 30% болды. 60-шы жылға дейін арал өңірі өзімен экологиялық жағдайда жақсы болған, экономик жағдай өзін қамтамасыз етілген. Сол себептен 60-шы жылға дейін 30%-тан аспаған күріш алқабы. Сол себептен балықты да толықтай болған, балықты да жақсы болған, құнарлы, суда құнарлы болған. Сол себептен біз мемлекеттік құзырлы орындарға да ұсынып жатқанымызды күріштің алқабы 30%-дан болмау керек. Ол дегеніміз где-то 40, сіз айтқандай 40 мың гектар болады. 45 мың, 30-дан аспау керек, 30%-дан. Жалпы айтарым Түркістан облысында да, сосын Қызылорда облысында ауыспалы егіншілікті орындамай жатыр. Түркістан облысында мақтар болса, ол даже по спутникам емес. Өзбекстанда кішкене ауыспалы егіншілікті сақтайды, қызыл мен жасыл болып тұрады. Қызылорда облысында ауыспалы егіншілікті там тоже келеді. Так, келесі слайд. Келесі слайд, балық өндірісі негізі арал өндірінің негізгі көрсеткіші болады. Ол елдің әл-қуаты да, балық болса елді көтереді, балық болса елді жаңғырады. Сол себептен мына жерде де көрініп тұр, 1929 жылдан бастап 25 жылға дейін қанша балық аулаған. Қанша балық аулаған, күрт азайып кеткені, сосын қайттан жаңғыртқан, ол 2005 жылына көкірау дамбасын салғаннан кейін кішкене көтерілді жағдайға. Бірақ та қазір балық шаруашылықтың жағдайы мәз емес. Себебі экспортқа бәрі сатыс керек, жергілікті халықты балықты өзі алуға жағдайы күнделікті бола бермейді балық жеуге. Өзіңіз білесіз, FAO бойынша, ООС бойынша бізде қазақстандықтар 16 килограмм жейді. По факту біз қазақстандықтар 3,5 килограмм жейміз. Оған жетпей жатырмыз. Мына жерде қызылмен пункттермен көрсетілген бұл қай жерден шыққан? Мысалы 2005 жылы 2000 тонна аулаған балықты. Ол кезде 2005 жылы 26 кубокилометр болғанда солтүстік арал теңізі. Сол себептен негізгі балықтың өзінің ресурстарын өз-өзін жаңғырту үшін қайтқан, құнарлы балықтар қайтқан жаңғыру үшін, даму үшін 2000 тонна болады. Қазір бізде 5000 тонна аулады. Ол ел енді аулағанды біз қайттан жаңғырттық, енді аквакультураны қайта өсіру, мысалы артемия, тағы басқа балықтар, құнарлы балықтарды өсіру, соның негізі көңіл аудару керек. Осы слайд бойынша шығару керек. Келесі слайд. Келесі слайд өте қызықты. Сулы, батпақты, көлдер жүйелері бар. Как раз мына жерде Рамсар конвенциясы бар. 2012 жылдан бастап Қазақстан Рамсарға кіргізді. Арал, Сырдария, Атырау көлдерін, сулы батпақтарын. Қызыл тренд көрсетіп отқаны қалай климаттың әсері мен сосын тек қана климат емес, бұл жерде бағана спикерлер айтқандай күріш пен мақтаны өсіргеннен кейін
сулы батпақтар, көлдер олда тартылып жатыр. Негізі судың басында, судың ортасында отырғандар олар онша түсінбейді. Көлдер мен батпақтар өте қоршаған ортаға өте үлес үлкен екен. Мысалы, қазір айтады ғой, снижение углеродного выброса 50 есе көп углеродный вредный вещества қабылдайды екен. Сосын көлдер мен батпақтар өте жақсы фильтр екен. Суды тазалайды екен. Сол себептен Германияда да кезінде өзендердің бәрін бетондаған, өзендердің бәрін тегістеген, примеры, бірақ та сосын судың тасқыны пайда болды, судың сапасы да нашарлады. Сонда олар ойлады, не істеу керек екен? Қайттан жаңғыртты, көлдерное управление, көлдерді, батпақтарды қайта жаңғыртты. Сол себептен оғанда көлдер негізі керек. Оғанда өте назар аудару керек. Рахмет, келесі слайд. Мынау да өте қызық, проволмен жасаған зерттеу жұмыстарымыз нәтижелері. Бұл жерде көрсетіп жатқаны оранжевый цвет, аномальная температура дейді ғой, қалай орташа температурадан жоғары. Сонда 25-ші жылы өте жоғары болып кеткен, 3 градус Қызылорда облысында. Енді сүр, это соленые почвы, топырақтың тұздануы. Оның ішінде, былтыр, сосын былтыр 6 жылы, 24-25 жылдар, яғни суармалы егіншілікте өте тұзды деген көрсеткіштер өте қазір көтеріліп жатыр. Өте көтеріліп жатыр. Оның ішінде, где-то 30%-ға көтерілді. Енді қызыл дегеніміз, это болезни кровеносный сосуды дейді, жүрек, диабет, тағы басқалар. 20-шы жылы ең пиковый болды. 25-ші жылы кішкене төмендеді. Бұл дегеніміз министрлік, здравоохранение кішкене әрекет жасап жатыр. Сосын мен ойлаймын, біз ойлаймыз, әлеуметтік жағдай Арал өңірінің Қызылорда облысының кішкене жақсарып жатыр деп ойлаймыз. Өйткені жұмыста пайда болып жатыр. Оған пайдалану тамақтары да кішкене әртүрлі болып жатыр. Тамаққа өте байланысты көрсеткіш. Көк деген, это жаман ауру. Стабильно көрсетеді, но температураға байланысты емес, өте стабильный дейді. Соңғы жылдар көтеріліп жатыр. Бұл дегеніміз Қызылорда облысына тек қана шаң тозаң емес әсер еткен, тек қана температура емес, басқа да Шиеліде урановые месторождения бар, сосын Байконур бар, оның да әсері бар. Поэтому көп новообразование жаман аурулар. Олар стабильно. 90-шы жылмен қарасында 25-ші. Сәл көтеріліп жатыр. Онда назар аудару. Жасыл дегеніміз болезни на основе дефицита йода деген. Бұл 2020 жылдары программа тоқтатылған екен. Ядирование муки, ядерный тау. Келесі слайд. Енді қыркүйекте былтыр үлкен конференция, семинар өтті, БОЗ-мен байланысты. Соның шешімі Қызылорда қаласында региональный офис ашылады екен, денсаулыққа байланысты. Именно Қызылорда тек қана Арал мәселесімен айналысады. Оны апрельде БОЗ-да конференция болды. Сол жақта резолюция, Арал мәселесіне байланысты резолюция шығарды. Ол рахмет.